Біз бірінші тақияның лекалысын дайындап алайық. Мінекей тақиямыздың болашақтағы түрі осындай болайын деп тұр. Енді мінекей мынаның ұзындығы, тақияны бас киімінің жалпақтығы 6-5 сантиметр қыламыз. Ал төбесіндегі шеңбердің радиусын 10 сантиметр қыламыз. Тақия 59 размер болсын. Размерлерді қалай өзгерту керек, оны әлі айтамын. Және бұның астары болады, Ал енді қараңыз. Бізге циркульмен мына 0-ден бастап 10-ға дейін өлшеп аламын. Радиусы 10 болғаннан кейін белгілеп алайын. Инесін ортаға қойдым да шеңберді сызып алдым. Енді центрі қараңыз. Осы шеңбердің кез келген жерінен 1, 2, 3, 4 сантиметрді өлшеп аламын да. Бұл менің болашақ тақияма мынандай төмпешік беріп тұратын выточка дейді. Мінекей, енді біз қазір осыны, егерде мына нүктеден шеңберді айналдыра сантиметровый лентамен өлшесек, 59 сантиметр шығып тұр. Менде солай шығып тұр. Мінекей қараңыз. 59 сантиметр. Бұл біздің тақияның мына жоғарғы деталі. Енді мына детальға кірсек. Бұл деталь, көріп тұрсыз ғой, жалпақтығы 6-5 болады. Бірақ 6-5-тің астына, тақияның астына бейтіп, біз оны бүгіп, матаны әрі қарай айналдырамыз. Оған бізге керек, сонда қараңыз. Бұның ұзындығы, менде бұлайын деп тұр, мен қазір сізге карандашпен көрсетейін. Мына қараңыз. 6-5, мінекей, бұл тақияның мына биіктігі. 1,5 сантиметр бүгіліп, ішінде астарға тігілуге дайындалатын арнайы бөлігі болсын. Енді біз тігіске де қалдыру керекпіз ғой. Сондықтан да қараңыз. Мына тақияның ұзындығы бас 59 сантиметр болады. 59 ол адамның басының айналдыра өлшемі. Ер адамдарға да. Ал егерде біз бұл тақияны кішірейткіміз келсе, оның тағы да жолдары бар, айтам. Түсіндік, Мінекей 6,5, 1,5, сонда жалпы 8 сантиметр. Және біз айналдыра тігіске қалдырамыз. Мына тақияның жоғарғы бөлігі бұл негізгі матадан пішіледі, бір. Екінші астарлық матадан пішіледі. Тігіске қалдыру керек біз тігуге. Ал мынау тақияның биіктігі, бұл да тігіске қалдырылады. Бұны біз тігеміз негізгі матадан. Ал астарын
тақияның енді мына ішінде астар болу керек қой. Астары, мына биіктігінің астары. Биіктігінің астары қараңыз. Мына 5 сантиметр болады. Ұзындығы ой, қисықтау кетті. 5 сантиметр. 5 сантиметр. Ұзындығы болады бізде 59. Мынаның ұзындығы 59. Бірақ біз білеміз, маталар өтек тиілсе, суланса, сәл отырады, сондықтан да 5-5 мм қоса саламыз. 59-да 5, 59-да 5. Осыны қазір қиып, лекалысын дайындап, матаға пішеміз. Енді размерлер жөнінде. Мына қараңыз. Мысалға, мынау ось, центр. Осы центрден сіз циркульмен. Мысалға, мына біздің тақия 59-шы размер. Ол үшін мен радиусын 10 сантиметр алдым. Мына қашықтық менде 10 сантиметр. 4 сантиметр қалдым. Өткені маған мынандай биіктік ұнап тұр. Нәтижесін көресіз. Енді қараңыз. Егерде бізге 58, 58, 57, 56 размерлер кете береді ғой енді. 1 миллиметр радиустерді қалай өзгертеміз? Қазір көрсетейін. Егерде 9-да 9 қылсаңыз, 58 шығады. 9-да 8 миллиметр қылсақ, 57. 9-да 7 қылсақ. Сіз оны матаға пішерден бұрын, мына өстіп қағазға да кірелеп тексеруге болады. Мына биіктігі ұнай ма? Мүмкін радиусты қалдыра бересіз. Тек қана выточканы, мына выточкам менде 4 қой. Сіз мүмкін оны 5 қыласыз. Онда тақия сәл биіктеу болады. Енді мен мына тақияның жоғарғы деталін және мына биіктігінің деталін, астар деталін қайшымен қиып алайын. Мына қараңыз. Лекалдайын. Бұның бәрін мынандай малярный скотчпен жабыстырып, тіпті киіп тексеруге де болады. Мысалы, сізге ұнай ма, ұнамай ма? Мүмкін сіз тақияның биіктігін одан да көтергіңіз келеді. Маған осылай ыңғайлы. Қараңыз. Енді біз не пішеміз және қандай матадан пішеміз? Тақиялар жаздық болады, қыстық болады, күнделікті киетін. Сондықтан да әркім өзіне таңдайды. Мынандай лен матадан, джинсыдан ақ жазға тігуге болады, леннан тігуге болады. Бүгін біз мынандай велюрдан тігеміз. Велюр емес, кәдімгі стретч, бархат. Қараңызшы, мына созылады. Бірақ бұл бархаттында түрлері бар. Мысалға, мына бархат шамалы қалыңдау. Велюр дейді, велюр. Мынандай да велюрлер бар, қараңыз. Мына велюр жұқалау. Сондықтан да қандай матадан тігесіз, соған байланысты бұған дублериндерді таңдау керек. Менде дублеринде түрлері өте көп, қараңыз. Егерде менде мынандай жұқа велюр болса, қараңыз, жұқа велюрлер тіпті қиған кезде де мына маталар бүйтіп айналып кетіп жатады. Сондықтан да сіз мата таңдағанда мына шетін қараңыз. Егерде қатты бүйтіп бұралып кетпесе, шамалы қалыңдау болғаны велюрдің. Мынандай дублеринді қараңыз. Мынау қымбат емес дублериннің түрі. Қара түрі бар, ақ түрі бар. Біз бұлай істейміз. Қиып алғаннан кейін, егерде мынау жұқа велюр болса, осындай дублеринді осыған кірелеп жібереміз.
Ал мен тігейін деп жатырмын. Шамалы қалыңдау велюрдан. Міне, велюрдың сәл қалыңдауынан. Сондықтан да мен көрсетейін сізге, қараңыз. Міне, негізгі матадан тақияның жоғарғы жағы пішілді. Тігіске айналдыра қалдырдым. Енді астарлық мата. Егерде жылы керек болса, жылырақ хыбыдан салуға болады. Менде мінекей мынандай астарлық мата. Мына жаңа. Қараңыз. Міне. Көрдік қой? Велюрдан пішілді және астардан. Бір детальдан. Бұл дайын. Енді қараңыз. Мен айттым, үнке тақияның мына биіктігі 6-5. Мынау бүгілу сызығы 1,5 сантиметр қайырылып тұрады. Неке, велюрдан осы пішіп алдық. Велюрдан пішіп алдық. Тігіске қалдырдық. Мына жерде менде артықтау. Оны мен қазір қиып жүремін. Міне осылай. Астарлық матадан, міне жұқа астар матадан пішіп аламыз бір деталь. Осылай. Түсіндік. Енді бізге не керек? Қараңыз, бізге керек мынандай косой, ұзындығы 59-65 сантиметр дей. 65 сантиметр артығын қиып тастаймыз. Міне, менде артықтау. Мен мына жерін құраймын. Ал қиғашты қалай қию керекпіз? Ондай менде арнайы видео бар, сіз көруіңізге болады. Ол былай, мінекей, қараңыз. Мына матаның ұзыны, міне бұл арнайы осылай 45 градус болып қиылған. Мына. Сондықтан да бұл менде созыла береді. Көрдіңіз ғой? Бұл өте ыңғайлы. Енді менің мына велюрым қалыңдау деп айттым ғой. Сондықтан да менің бұл қалың велюрыма мен мынандай жұқа дублирлендер крейлемеймін. Мен крейлеймін қалыңын. Қараңыз. Қараңызшы, міне бүйтіп тұрған өзінде қалай тік тұр. Қалыңдау түрі бар. Осы қалыңын осыған өтекпен крейлеймін. Міне. Мінекей. Мына менің лекалыммен бірдей. Тігіске қалдырдым. Кішкентай ғана бір 0,2 миллиметрден. Өйткені бұл қалың. Бер оны қиып тастаймын. Міне. Сонда мына екеуі бұл дублириннің осындай қалың түрі. Мына түйіршіктер ол клей. Өтектегенде будың арқасында бұл матаға жабысып қалады. Сондықтан да тақияға бір қаттылық беріп тұрады. Мінекей, түсіп жатыр. Енді мына қараңыз. Міне негізгі мата, велюр, астарлық мата. Бұндай тақияны негізінде бірден велюрдан тіккен, бұрын велюрмен жұмыс істемеген тігіншілерге қиындау болуы мүмкін. Өйткені велюрдың мына ворстары бар, сол ворсы матаны әрі-бері отырғызып қою мүмкін. Сондықтан да сіз бірінші тақияны сондай жеңіл маталардан тіккен дұрыс. Хыбы, лен,
джинса. Осылай отырып қалады, ол инеге де байланысты. Мынау матаның ине ауыстырғым келіп тұрған жоқ. Бірақ машинамен көп тіксеңіз, инені де ауыстырып тұрған дұрыс болады. Мінекей. Тік тігіс. Бірақ велюрда тік тігістің өзі бірден тігіле қоймайды. Сондай ерекшелігі бар осы матаның. Мына тіктім, қараңыз. Мынау менде мына астары үстінде болды. Мынау менде велюр. Астар велюр. Жазып қояйын. Енді қараңыз. Мына велюр. Астар. Енді мен бұны аударамын. Мына бері қарай өзіме. Қараңыз енді. Мына астында, мына бүкіл тігістің бәрін, мына сол жаққа қарай қоямын да, мен тігіс салып шығамын. Қараңыз. Мінекей, мына астардың үстімен 1 миллиметр гей. Ол не үшін керек? Бұл мына тігістің бәрін ұстап тұрады. Сол үшін керек. Тігістің бәрін жинап, осылай ұстап тұрады. Мына қараңыз. Ал егерде тігіс салмаса, көріңіз, шамалы көтеріліп тұр. Мына осылай тігіп алғаннан кейін, біз мына екі шеткі тігістерді бір-бірімен осылай бірдей қылып қоямыз да, этикетка болса, этикетканы тігіп жібереміз. Этикеткаңыз бар болса, астар жағына. Мына тіктік. Мына тігістер кездесті бір-бірімен. Енді бізде қандай жұмыс? Қараңыз. Өтекпен ашып, әдемілеп өтектеп жүру керек. Осы жерін айналдыра тігіс түскен жерді өтектеп жүрек. Және мінекей астарға түскен выточканы мына жоғарғы төбе жағын мына ашып, әдемілеп өтектеп жүреміз. Өтектегеннен кейін қараңыз, аударамыз да, мына осылай тағы да өтектеп шыққан дұрыс. Ыстығын өстіп ағашпен алып тастауға болады. Менде арнайы видео бар, колодкалер, мына колодкалер, өтектер туралы қарауыңызға болады. Биіктігі дайын тұр. Өтектеп қойдық. Түсіндік қой, өтектедік. Қолмен ұстап көреміз, қалың ба. Қалың болса, қалың жерлерін қиып жіберуге болады. Енді тақияның жоғарғы деталі. Қараңыз, бірінші тігістің үстімен өтектедім. Сосын тігісті ашып жіберіп өтектеймін. Осылай ыстығын басамын. Тексеремін, қараймыз. Көрдіңіз? Тағы да дұрыстап өтектеп жіберуге болады.
міне біз өтектеп алдық. Енді қараңыз. Тақияны міне жоғарғы жағын қазір көрсетейін сізге. Жоғарғы жағын осылай міне екіге бөліп қойған дұрыс. Міне екіге булавка. Я болмаса бормен сызып қойыңыз. Арнайы. Сосын қараңыз. Міне тағы да екеуін кездестіртіп, енді мына екі шетін булавкамен осылай белгілеп қояйық. Сонда мына жоғарғы деталі сізде 4-ке бөлінеді. Тіккен кезде ыңғайлы. Өйткені велюр әрі-бері жылжып кететін матаға жатады. Міне. Қараңыз. 1, 2, 3, 4. Осы. Енді мына жоғарғы жағы, мына біздің деталь. Қараңызшы, тігіспен тігісті кездестіртіп, осыған тігіс салып өткен дұрыс. Өйткені қараңызшы, бұл қозғалып ашылып кете береді. Сондықтан да біз былай істейміз. Мен аламда оған тігіс салып шығам. Сосын артығын қиып алып тастаймын. Осылай ұстап отырамын. Осында тігіп болғанда сіз оны өлшеп алуыңызға болады. Дұрыс па? Қазір мен оны көрсетемін. Қалай біз оны тексеретінімізді. Тігіс түсіп жатыр. Көріңіз ба, мен мына жұқа матаны әдейі үстіңгі жағына қойдым. Өйткені астына жұқасы кетсе, жиырылып кетуі мүмкін. Қараңыз енді. Мына жер тігілмей қалды, ештеңе етпес. Осынан қиып алып тастаймыз. Мына артық керек емес маған. Айналдыра. Осы бүкіл артығын алып тастаймыз. Мына осылай. Мына артығын алғаннан кейін, қараңызшы, мына тігістің орны, мына өстіп ортасын тауып аламын, булавка қыстырамын. Ол ыңғайлы болады, мына ортамен қосуға. Мына осылай. Енді екеуін теңестіремде. Мінеке. Және сөйтіп, мына мен белгілеп алдым. Қараңыз енді. Енді астарын аламыз. Қараңыз, астары. Астарын, мінеке, тігістің орнымен, мінеке, астардағы тігіс. Қараңызшы, мына артықты, мінеке, мына артықты мен қиып алып тастаймын. Енді міне тігіспен мына ортасы белгіленген орындарды булавкамен бірге қойып аламыз ғой. Енді айналдыра тігіп алған дұрыс. Түсіндік қой, астарды мен негізгі матасымен бірге екеуін қосып, айналдыра тігіс салып тігіп аламын. Булавканы алып тастадым. Ештеңе етпес, мен қазір қайтадан оны белгілеймін. Шетіне жақын алған дұрыс. Мені ар жағын жақындатып алып қойдым ау.
қараңызшы, мынандай вот мен жақындатып көрсетейін. Міне өстіп жиырылып деп жатса, әрине инені ауыстыру керек. Ине қалыңдау болып кетсе. Өстіп айналдыра тігіп аламыз, қайтадан булавкалардың орнын қойып, қазір қосамыз. Келесі, міне қараңыз. Булавкамен 4 жерін белгіледік. Мінекей, мына тақияның мына жерінде де булавканың 4-еуін белгіледік. Міне. Қойған дұрыс. Енді қараңызшы, мына тігістің кездескен жерімен, мына тігіс аудардым. Мынау бәрі қап-қара. Міне астары. Міне бұл да астары. Қараңыз. Астар мен астар осылай. Көріңіз, мінекей көріне ме? Қаран тіккен кезде, міне екі тігістің кездескен жерін міне жақындатып көрсетейін. Міне екі тігіс. Осылай бір-бірімен кездестіртемін де булавканы қыстырып аламын. Міне қыстырдым. Енді біздің мына белгілеп қойған булавкалар бізге көмектеседі. Қараңыз. Міне булавка, келесі булавкамен осылай кездеседі. Де бір булавканы қалдырамыз. Осылай. Міне келесі булавкалар бір-бірімен кездеседі. Міне. Осылай. Көрдіге? Астар мен астарды. Енді айналдыра осыны тігіп шығамыз. Сіз өзіңізге қалай ыңғайлы? Булавка қыстырып аласыз, көктеп аласыз. Өзіңізге қалай жұмыс істеп үйрендіңіз? Солай жұмыс істеңіз. Мен мына артқы тігістен бастаймын. Деп тігеміз. Қатты дублерин әрине шамалы жұмысқа кедергі береді, бірақ сіз асықпай осылай жаймендеп тіге беріңіз. Булавкаға жақындағанда алып тастаймыз булавканы. Тақияның төбесі жоғарғы жағында тұрып тіккен ыңғайлы екен. Булавканы жақындаттық. Егер де сырт жағына жаңағы екеуін тіккен кездегі жіптер көрініп қалса, все алып тастаймыз. Ұстап тұрамын. Көріңіз, мен қолмен бәрін тексеріп отырмын. Жете ме, жетпей ме, артық па? Мына осылай. Сізге егер де көмекші булавка қыстырып қойсауға болады. Осылай. Астын үстін қарап отырып, үстіп қоса береміз.
Міне. Міне тіктік. Тіккенді аударып тексеремін. Қараңыз, қандай әдемі, жақсы. Тақиямыз шыға келді. Енді біз былай істейміз. Мына тігістерді оверлокпен тіге салуға болады, я болмаса, давайте косой бейкамен жұмыс істейміз енді. Бұл дайын тұр. Әрине бұны өтіктеу керек әдемілеп тұрып, мына тігістің түскен жерін. Сосын әрі қарай осыны қалай косой бейкамен қаптау керек, қазір көрсетемін. Енді қараңыз, косой бейка. Косой бейканы. Мына мен жалпақтығын 5 сантиметрдей алдым. Мына ұзындық маған жетпейді. Бұл ұзындық бір 45 сантиметр, а маған мына тақияға айналдырамын де қанша? 59-60 сантиметр керек. Мына сондықтан да мен бұны құраймын. Менде арнайы видео бар. Бұны қалай қосу керектігі. Неге қазір мен оны тігіп шығайын. Қараңыз. Міне, қостым. Енді біз былай істейміз. Ашамын, да, косой бейкамды 2 қабаттаймын. Осы 2 қабатталған косой бейканы айналдыра тақияма тігіп шығамын. Негізінде өтіктеп алуға болады. Қараңызшы, косой бейканың бір шеті осындай 4 бұрыш болып тұр. Әрине, оны да қиғаш қып қиып қосуға болады, бірақ қанша уақыт алуы мүмкін. Сондықтан да мінекей қараңыз енді. Көрдіңіз ғой, мына тақияның шетінде тігілген тігістің бойымен біз былай істейміз. Міне. Мен шамалы қалдырдым, міне. Мүмкін былай тіккен дұрыс екен, шеңбердің үстімен, сосын айналдырып ар жағынан. Жоқ, бәрібір, қай жағынан тіксек те, мен былай істеймін, міне қараңыз. Артынан тігіс түскен жерден бастаймын. Міне сәл бір 3-4 сантиметрдей қалдырамын. Мүмкін қазір керек болып қалады. Енді тігіп шығамын, қараңыз. Косой бейка менде 2 қабатталған. 5 сантиметр, сонда 2,5 сантиметр, е? Міне, енді тігіп шығамын. Косой бейка лапканың астында қалды. Осылай айналдыра тігеміз.
құралған жерге келдік. Осылай. Енді қараңыз. Мына жерде қараңызшы, мына мен артық қалдырдым ғой. Мына видеоны жақындатайын. Мына. Мен оны қазір бұл сырт жағына түседі, сондықтан да мына былай қайырдым. Негізінде осындай қайырып, баста тікпету керек еді. Ештеңе етпейді. Мына екеуін теңестірдім. Екі косой бейканы. Енді жемедеп. Так, шығып кетпеу керек. Қара мата көрінбейді, не тігіп жатқан. Қараңыз, мына тіктім. Мына мен жаңа қайырған жерім. Мына осылай қайырылған жер. Мынау артығы. Қиып тастаймын. Енді қараңыз, біз бұны тігіп алдық. Сәл алыстатайын. Мына мен косой бейканы тігіп алдым. Енді осы косой бейканы қараңызшы. Осылай қайырамын да, мына. Қайырамын да, айналдыра тігіп шығам. Қараңыз, қандай сол кезде тақия өте тиянақты әдем болады. Енді оны тігерден бұрын мына қаншама артық керек емес маталарды қиып алып тастауға болады. Мысалға, кейбір жері қалың, кейбір жері онша жұқалау, соның бәрін, мынаның бәрін артығын айналдыра 1-2 мм, 3 мм артық. Солардың бәрін айналдыра қиып алып тастау керек. Мен тазартып, бәрін қиып алып тастадым. Енді мына косой бейканы қараңыз. Аударып тігеміз. Мына жерді, екеуінің қиылысқан жерін айналдырып алайын. Мына. Осылай айналдырып, осылай. Көрінеді? Осының үстінен тігіс түсіріп айналдыра жүреміз. Так. Осыны булавкамен қыстырып аламын. Енді мата жыбырлақ. Мына қараңыз, мен косой бейканы кездескен жерлеріне булавканы қыстырып алдым. Тіккен кезде ыңғайлы болу үшін. Сізде көктеп алуыңызға болады. Болмаса осылай булавка қыстырып алуға болады. Енді осының үстімен жүреміз. Осылай. Төмендеп. Бұрынғы тігістің орны тұр ғой, сол тігістің жолымен жүреміз. Осылай жауып. Косой, қиғаш, қиылған, мынандай көмекші. Оның жақсы жері артық болса отыра қалады, керек жерде созылып кетеді. Мінекей. Астына да қарап отырмын. Дәл сол бұрын осының алдында тұрған тігістің орнына түсірген дұрыс. Мына. Мінекей. Астын бүйтіп қадағалап отырмын, астындағы матаны қыстырып тігіп алып кетпес үшін. Қараңыз, мына жақындадық.
Міне. Міне тігіп болдық. Қараңыз. Қандай жақсы шықты. Қазір енді окончательно үтіктеуге болады. Мына біздің косой бейка. Бүкіл тігістерді көрсетпей тігіп тастадық. Артық жіптерді алып тастаймыз. Өтектейміз. Тақия дайын.